Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Бүгінгі видеоның тақырыбы гидросальпингс жайында болады. Олай болса кеттік. Жалпы гидросальпингс жайында айту үшін біз бірінші норманы біліп алуымыз керек. Қалыпты жағдайда әйелдің жыныс мүшесі білесіздер жатырдың екі жағында түтікшелер, трубалар және екі жағында аналық безі болады. Қалыпты жағдайда мінекей трубаларды көріп тұрсыздар, тап-таза осындай болып тұру керек. Екі жағы практически бірдей. Ал енді гидросальпингс, гидро деген су, сальпингс деген қосалқыны білдіреді. Қалыпты жағдайда мінекей түтікшелер осылай аналық безді жатырдың қуысымен байланыстырып жататын болатын болса, мына жағдайда мінекей жатыр түтікшесінің ішіне судың, сұйықтықтың жиналу салдарынан осындай болып ісініп кетеді. Бұған не ықпал етеді? Яғни мынау фимбри бөлігімен жатыр қуысымен байланыстыратын бөлігінің бітеліп қалуы. Яғни мына жерде сұйықтық жиналған кезде не іш қуысына қарай, не жатыр қуысына қарай аға алмай қалады. Және бұл жерде неге көп мөлшері сұйықтық бөліне бастады? Бұл жерде қабыну процесі, білесіздер, қабыну процесі кезінде сұйықтық көп бөлінеді, ісіну пайда болады. Мысалы, қолдарыңызды жарақаттап алсаңыздар да, басқа бір жеріңізді жарақаттап алсаңыз да, ол жер ісініп, суланып, солай жазылады. Дәл сол сияқты қабыну процесі кезінде түтікшелер осылай сұйықтық бөледі. Сол сұйықтық не жатырға қарай, не іш қуысына қарай аға алмай қалған кезде ішіне жиналып, осылай қабырғасы керіліп, гидросальпингс деген ауру пайда болады. Енді гидросальпингстің белгілері. Әйелдің ішінің төмен жағының тартып ауруы. Неге? Өйткені мына трубаның қабырғалары керіледі. Осы жердегі нерв талшықтары да керіліп ауырғандықтан сондай ауру белгілері. Дене температурасының көтерілуі, жыныс жолдарына жағымсыз әртүрлі бөлінділердің, иістердің пайда болуы, жыныстық қатынас кезінде қатты ауру сезімінің күшеюі. Сондықтан ер адамдар, егер әйелдеріңіз жыныстық қатынастан бас тартып жатса, онда түсінушілікпен қарауға тырысыңыздар. Әйеліңізді емдетуге, дәрігерге апарып қарату керек. Гидросальпингсті қалай анықтаймыз? Гинекологиялық креслоға шығарып тексеру процесі кезінде гидросальпингсті қолмен сезу мүмкін. Сондай-ақ УЗИ, ультрадыбыстық зерттеу әдісі арқылы гидросальпингсті анықтаймыз. Мінекей УЗИ-дағы көрінісі қалыпты жағдайда ультрадыбыстық зерттеу кезінде жатыр түтікшелері мүлдем көрінбейді. Ал гидросальпингс кезінде мына сұйықтық жиналғандықтан осылай түтікше көріне бастайды. Көріп тұрғанымызда мына жерде әзірше мөлдір сұйықтық. Кейін инфекция қосылса, бұл жерде тіпті ірің болып кетуі мүмкін. Ол кезде әрине мынау ішіндегі қара емес, жаңағы мелкодисперсный деп айтамыз, яғни бөлінділер жаңағы көрініс басқаша болып көрінеді. Сол кезде ірің болған кезде уже пиосальпингс, ағылшыннан, латын тілінен алған кезде пио деген іріңді білдіреді. Сонда пиосальпингс, яғни түтікшенің ішінде іріңнің болуы дегенді білдіреді. Гидросальпингсті МРТ-дан да көруіміз мүмкін. Неге көріп тұрсыздар? Яғни түтікшелер осылай ішіне көп сұйықтық жиналып, керіліп тұр. Енді емдеу тәсілі. Бірінші диагноз қойып алдық. Екінші диагноз қойылғаннан кейін оны емдеуге көшу керекпіз. Емдеу тәсілі консервативті, яғни жаңа қабынуды тудырған әртүрлі инфекциялар болатын болса, сол инфекцияларды емдеу арқылы қабынуға қарсы, сінуге қарсы препараттарды тағайындау арқылы консервативті дәрі-дәрмекпен емдеп көруге болады. Ал егер ол емге көнбейтін болса, онда әрине хирургиялық ота тәсілі, көп жағдайда лапароскопиялық, енді лапароскоп жоқ жерде лапаротомия арқылы, лапароскопия деген көріп тұрсыздар, ұшында камерасы бар, осындай жарық түсіретін кіндіктің тұсынан тесік арқылы, кішкентай тесік арқылы осындай камераны кіргізеді, екі мықын аймағынан
осындай инструменттерді операция жасайтын кіргізу арқылы жаңа өзгеріске ұшыраған түтікшелерді алып тастайды. Неге алып тастайды? Себебі жаңа көрдіңіздер, ол сынып тұрған жерде егер ұрық бекінетін болса, ол тіпті пневматочный жатырдан түс жүктіліктің себебі болуы мүмкін. Сондықтан гидросальпингсті уақытылы емдеу, уақытылы көмек көрсету өте маңызды. Өйткені ертеңгі күн әйел егер сол гидросальпингсті емдемей жүре беретін болса, ол пиосальпингс яғни іріңдеп кететін болса, әйелдің жатыры да іріңдеп кетуі мүмкін. Ол ірің процесі қанға өтіп кетіп, әйел тіпті сепсистік жағдайда қайтыс болып кетуі мүмкін, әртүрлі асқынуларға алып келуі мүмкін. Сондықтан гидросальпингске жеткізбеу керек, яғни әйел қабыну процестеріне, әртүрлі инфекциялық ауруларға шалдықпаған жөн. Назарларыңызға рахмет. Егер бүгінгі видео сіздерге гидросальпингс жайында жақсы ақпарат берді деп ойлаған болсаңыз, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және біздің инстаграмдағы отбасы академиясы деп аталатын парақшамызға тіркеліп, аптасына бір рет тікелей эфирде тегін кеңес алу мүмкіндігіне ие болыңыздар. YouTube каналға жазылып қоюды да ұмытпаңыздар. Так, өшірейік. Жақсы, сау саламат болыңыздар. Келесі кездескенше.